Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз борщ тағамын жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Керек заттарды описанияға жазып кететін боламын. Ең бірінші тауығымызды алып, қайнатып, көбігін алып, тұзымызды қосып, 1 сағатқа пісіріп алатын боламыз. Одан кейін біз табамызға майымызды құйып, пиязымызды шыжғыратын боламыз. Пиязымыз шыжғырылып жатқан кезде қызылшамыз бен сәбізімізді чөрктен өткізіп аламыз және оны шыжғырылып жатқан жуаның үстіне салатын боламыз. Бұларды да шыжғырып алатын боламыз. Жақсылап шыжғырып бетін жауып қоямыз. Жақсылап шыжғырылған кезде араластырып, одан кейін томат пастасын салатын боламыз. Оны жақсылап араластырып, шыжғырып алатын боламыз. Капустамызды ұсақтап турап, картопымызды көбіктеп турап қоямыз. Томатымыз шыжғырылып болғаннан кейін қайнап жатқан сорпамыздан құятын боламыз. Сорпамызды құйып, 20 минут астын басып, бұқтырып, қайнатып қоятын боламыз. Қызылшамыз бен сәбізіміз кішкене пісуі қажет. Бізде осылай суы сарқылады және отымызды сөндіріп қойып қоямыз. Одан кейін біз пісіп тұрған тауығымызды алып суытып қоямыз және қайнап жатқан сорпамызға картопымызды және де капустамызды салып қайнатамыз. Екеуін бірге салатын боламыз. Капустаны күні бұрын салатын болсаңыздар езіліп кетеді, сондықтан картоппен бірге салғандарыңыз жөн. Салып кішкене қайнағаннан кейін дайындап қойған қызылшамыз бен сәбізімізді де салатын боламыз. 15-20 минут астын басып қойып пісіретін боламыз. Мінекей біздің борщымыз дайын болды. Тауығымызды турап салатын боламыз. Одан кейін лавровый лист салатын боламыз, 1 жапырақ. Мінекей, одан кейін араластырып 5 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін борщты жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Борщқа өздерінің қалауларыңызша қаймақ қоссаңыздар болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.